Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздерге мынау саяси сауат ашу ретінде саяси популизм деген не деген тақырыпты бүгін қозғаймыз. Википедиядан терсеңіз, саяси популизм ол бір белсенді, танымал адам халықтың алдына шығып, уәде беріп, және өз сөзінде тұрмай, сосын басқаша ойнап кеткен адамды саяси популист. Қазіргі видеода Қазақстанның ең танымал саяси популистімен сіздерді таныстырамын. Басқан кезде олармен кездеспеу мүмкін емес. Аяқ бассаң қазір популистке тап боласың. Қоғамға түсіндіріңізші, қарапайым. Олар кімдер, олардың мүддесіне сөйлеген сөзі, берген уәдесі, оның істеген ісіне, күнделікті өзі ұстанатын өмір салтына сай келмейтін адамды мен популист деп есептеймін. Енді мына видеода көріп жатырсыздар. Абзал Құспан нағыз саяси популист. Айтқан сөзіне, берген уәдесіне берік емес. Келесі видеода көресіздер, ол айтты, мен Қуаттың адвокаты боламын. Осыдан адвокаттық жұмысын тоқтатқан болатын алдында, енді маған келіп, мен Қуаттың адвокаты боламын, бірге тіл майданды жалғастырамыз, саяси партия ашамыз деген саяси популист Абзал Құспан. Тоқаевтан медаль алғасын менен бас тартып, аманатқа қиянат жасады. Қазір мен хабарласқанда телефонды көтермейді, қысқасы сатып кетті. Тек қана бұл жерде Қуаттың жеке мәселесі емес, біздің тілімізге қатысты, яғни тәуелсіздігімізге қауіп төніп тұрғандықтан адвокат қызметінде Қуат Ахметтің адвокат ретінде қайтадан ертеңгі күннен бастап жалғастыратын болдым. Ең соңғы 5-ші пункт, түсінікті билік тарапынан, биліктің астауынан жем жейтін кейбір өсекші сайттар мен Құспан Абзал, қоғам қайраткері, Батыс Қазақстан облысы. Құспан Абзал, қоғам қайраткері, Батыс Қазақстан облысы. Осы тілшіл нағыз күресіп жүрген, көшеде жаңа қан майданның ортасында жүрген бауырымыз отыр осында, тіл майданын болған. Қуат Ахмет Тіркелушілерім бар, халқым бар, соларға уәде бергенмін. Марғұлан Боранбайымыз ағам шыққанда су өзінде аламын. Сондықтан мен бас тартамын. Мынаны саған сақтап қойыңыз ба? Жақсы.